Сәлем достар, сіздермен бірге Бану. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін менде өте қызық видео. Бүгін мен сіздерге Samsung телефонының плюс жақтарын айтатын боламын. Яғни айтқанда мен сіздерге бүгінгі Samsung телефонының пайдалы жақтарын көрсететін боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Мен бұл жерде пайдалы ақпараттар да, челлендждер, TikTok лайфхактар, влогтар, вайфтар, көптеген нәрселер түсіретін боламын. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер. Ал енді видеомызды бастаймыз. Ең бірінші, сіздердің білмейтін жақтарыңыз да бар шығар. Экран блокировкада қоюға болады. Мысалға мен осы видеоны қойғым келеді. И мына жерде тұрған үш нүктені басамыз. Басқан соң установить как обои дегенді басамыз. Сосын экран блокировки дегенді басамыз. И потом осылай тұрады. Мына телефоныңызды қосқанда осылай видео көрініп тұрады да. И мына жерде тұрған готово кнопкасын басамыз. Енді телефонымызды өшіріп қараймыз. Мен енді өшіріп көрсете алмаймын, қалай айтсам болады. Телефонды өшірсем, видеода өшіп қалады. Сондықтан енді сіздер де істеп көріңіздер. Кейін телефондарыңызды өшіріп көрсеңіздер, вообще видеоларыңыз көрініп тұрады. Енді араларыңызда білмейтіндеріңіз бар шығар деп көрсеттім. Ал енді телефоныңызда тұрған мына нені басамыз. Нені білетін шығарсыздар, естіп көресіздер ғой. Короче, салға мына хромды көріп тұрсыздар. И осы хромды басамыз да. Бүйтіп басып тұрамыз қолымызбен. Сосын осылай тұратыны. Мысалға біз галереяда оттық па, естіп көріп отыруға болатынды. Ары қарай галереяны шұқылап отыруға болады. Осылай істеп қойсаңыздар болады. Кейін шығып кететін болсаңыздар X-ті басасыздар. Тағы да бір түсіндіре салайын сіздерге. Түсінбегендеріңіз бар шығар. Мен ең соңғы приложение мен галереяда отырдым. Енді қалай айтсам болады? Яндекс браузерда, міне, галереяда и Яндекс браузерде отыра аламын. Қараңыздар. Біресе галереяда өйстіп шұқылап отырам барлық нәрселерді. Мына жерге керекті заттардың бәрін жазамын осылай. Енді түсіндіріңіздер деген ойдамын. Сондықтан келесі плюсын көрсете берейін. Және де осы жерде ақпараттарды қарағанда көшіріп алуға болады. Мысалы, географиялық карта деп мына жерде бірінші Википедия деп шығып тұр ғой. Осы жерде мына жерді басып тұрасыз, копировать ете аласыз ғой, короче. Күшті ғой. Кейін керек жерге не істеп қоясыз, мысалға. Қалай айтсам болады? Супер вообще. Копировать деген тұр ғой. Сөйтіп копировать етіледі осы. Сосын WhatsApp'та құрбыңыз үй жұмысын немесе басқа нәрселерді сұраса, естіп жаңа копировать еткен нәрсені осылай жібере аласыз. Сіздерге ең соңғысын көрсетейін. Ол настройкаде. Настройкаге кіреміз. Сосын уведомление дегенді басамыз. Сосын стиль всплывающего уведомления дегенді басамыз. Потом стиль подсветки бокового экрана деген басамыз. Кейін осылай шығады сіздерде. Как дела деген сияқты. Мысал келтіріп қойған. Мен осындай жасыл светке оқып қойған мұнда. Мына жерде көптеген түрлер бар. Мысалы сіздерге сообщение келсе осылай тұрады да. Осындай түрлері бар. Қараңыздар, сообщение келгенде осылай әдемі болып тұрады. И светін өзгерткілеріңіз келсе өзгертесіздер. Көптеген светтер бар. Маған осы свет ұнайды. Көк светі бар. Осындай темный синий, андай қалай айтсам болады. Сәл жабықтау свет, ашықтау свет, фиолетовый. Немесе мынандай радужный жерден бір свет таңдап аласыз.
кейін оқ дегенді басасыздар. Енді қойылды. Сосын сообщение келген соң сіздерге дәл солай келетін болады. Осымен менің видеом аяқталды. Егер менің видеома ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдауды ұмытпайық. Және де ең бастысы маған тіркеліңіздер, сонда менің әрбір видеом сіздерге көрініп тұрады. Ол үшін подписаться батырмасын басасыздар, сонда сіздер маған тіркелдіңіздер деген сөз. Неше мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді келесі видеомда күтемін.